Сәжде құл мен Раббысының арасындағы ең жақын, ең қасиетті сәт. Пенде дәл осы күйде өзін толықтай Алланың алдына тапсырады. Тәкаппарлық жоғалады, жүрек жұмсарады, жан тынышталады. Пайғамбарымыз Алланың сәлемі болсын, құлдың Раббысына ең жақын болатын сәті сәждеде тұрған кезі деген. Сондықтан дәл осы сәтте жасалған дұға ерекше қадірлі. Сәждеде тұрған кезде жүректен шыққан сөзді айтуға болады. Арнайы ұзақ, күрделі дұға білмесең де, шынайылық жеткілікті. Алла пенденің тілінің әдемілігіне емес, жүрегінің тазалығына қарайды. Кейде көз жасымен, кейде үнсіз ғана ішіңнен сұраған дұғаң Алланың құзырына жетеді. Сәждеде Аллахумма ғфирли, уархамни, уахдини, уарзуғни деп айтуға болады. Уа Алла, мені кешір, маған рахым ет, тура жолға сал, ризық бер, және қалаған тілегіңді айтасың. Бұл дұғада пенденің бар мұқтаждығы бар. Кешірім, мейірім, тура жол және ризық. Сондай-ақ өз тіліңде, өз сөзімен де сұрауға болады. Қайғыңды, мұңыңды, арман тілегіңді Аллаға ашпай. Себебі Алла сенің ішкі сырыңды сен айтпай-ақ біледі, бірақ сұрағанды жақсы көреді. Кейде дұғаң бірден орындалмайтындай көрінуі мүмкін. Бірақ бұл жауапсыз қалды деген сөз емес. Алла дұғаны 3 түрлі жолмен қабыл етеді. Біріншісі, дәл сұрағаныңды береді, екіншісі, сен білмейтін бір жамандықтан сақтайды, үшіншісі, ақыретке сауап ретінде қалдырады. Қай нұсқасы болса да, бұл Алланың мейірімі. Сондықтан сәждені асығыс өткізбейік. Әр сәждені мүмкіндік деп білейік. Сол сәтте жүрегіңді ашып үмітпен сұра. Өйткені сәждеде айтылған шынайы дұға ешқашан жауапсыз қалмайды.